Бүгін спортпен сондай шұғылданбай жүрген адамдар болашақта міндетті түрде олар барады соның алдына, дәрігерлердің алдына. Сол үшін соған барғыңыз келмесе, демек бүгіннен бастап кәдімгідей жаңа айтқандай өзіңіздің денсаулығыңызға, спортқа мән беру керек екенін түсініңіз. Бірден қазір залға барып алып, бәрін істе деп айтпаймыз. Бұны Пайғамбар алейхиссалам хадисінде айтады, аз мөлшерде болса да, бірақ тұрақты, күніге жалғасымды істеген амалдарыңды Алла жақсы көреді дейді. Күніге, міне аз мөлшерден, бірақ тұрақты күніге жасай берген кезде адам үйренеді.